Тамшы KZ исламдық порталы ұсынады. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Менің аты жөнім Жұмаділда Елдос Қуандықұлы. Нұр Мубарак университетінің ақида факультетінің 4-ші курс студентімін. Құрметті бауырлар, сіздерге мәлім, маусым айының басында сәләфизм-уахабизм ағымының белсенді насихаттаушысы Дарын Мубаровтың Ерсая есімді шәкірті Ризабек Батталұлының Құран экзегетикасы атты кітабындағы кейбір аударылған сөздер дұрыс емес деп интернет кеңістігіне аудио бейнетаспа шығарған болатын. Осы бейнетаспада Ерсая Ризабек Батталұлымен кездескенін айтып, кездесу барысында имам Табаридің Мүлк сүресінің 16-шы аят тәпсіріне жасалған аудармасына қахар сөзін автор өз тарапынан түсіндірме ретінде қосқан дей келіп, авторды, яғни Ризабек Батталұлын имам Табари жазбаған сөзді қосып бұрмалады деген айып таққан болады. Осы орайда аталмыш мәселенің мәнісін түсіндіру мақсатында Ерсая бауырымыздың уәжіне дәлел дәйектер келтіре отырып, оның айтқан сөздерінің еш шындыққа жанаспайтындығын көрсеткіміз келіп отыр. Мәселенің мәнісі мынадай. Менің атым Ерсая болады, Ерсая Қайратұлы. Мен Ризабек Батталұлы деген кісімен кездескен едім. Оның мұсылмандардың арасында таралып жатқан Құран экзегетикасы деген кітабы бар. Сол кітаптың 56-шы бетінде ол имам Абу Джафар ат-Табаридің Мүлк сүресінің 16-17 аяттарына берген тәпсірін қазақшаға аударыпты. Имам Джафар ат-Табари мән фиссама, яғни аспандағыдан деген сөзге «Вахуаллах» ол Алла деп тәпсір берген. Аспандағыдан қауіпсіз екендіктеріне сенімдісіңдер ме деген сөзге имам ат-Табари Алладан қауіпсіз екендіктеріне сенімдісіңдер ме деп тәпсір берген. Ал Ризабек Алладан емес, Алланың қахарынан деп қахары деген сөзді қосты. Арабшасында қахары деген сөз жоқ. Кейін мен Ризабекпен кездескенде сұрадым. Сен мынау имам Абу Джафар ат-Табаридің тәпсірін құр аудардың ба, әлде оған түсіндірме бердің бе деп. Ол айтты, мен оны аудардым деді. Сонда мен одан сұрадым. Онда арабшасынан қахар деген сөз тауып берші дедім. Ол айтты, жоқ деді. Арабшасында қахар деген сөз жоқ. Яғни өзінен қосқан. Сонда мен сұрадым, неге бұл сөзді қостың деп, ол айтты, енді түсіндіру керек қой дейді. Біріншіден, мәтіндегі ол Алла деген сөзді Алладан деп тікелей аударма жасауда немесе Алланың қахарынан, азабынан деп түсіндірме берудің еш айырмашылығы жоқ. Себебі араб тілі немесе басқа тіл болсын, кейбір сөйлемдер екінші бір тілге тікелей аударылмайды. Керісінше, түсіндірме сөздер қосу арқылы аударылады немесе ұғым беріледі. Бұл бір тілдің екінші бір тілге аудару стилистикасы болып табылады. Мысалы, хадисте келгендей «Фазфар бидати дин тарибат ядак» сөзі тікелей аударылмайды. Себебі оның негізгі мағынасы «Ла соқта бит тураб», яғни екі қолыңды топыраққа үйке деген дөрекі ұғымды білдіреді. Сондықтан аталмыш сөздің қолданыстағы балама мағынасына айтылады. Яғни адамды жақсы бір іске қызықтыру, итермелеу ұғымында қолданылады. Екіншіден, Алланың қахарынан деп имам Табаридің сөзіне аударма немесе түсіндірме беру хақ жолды ұстанушы ахли сунна уәл жамағат мұсылмандарының наным сеніміне еш қайшы келмейді. Керісінше, олар осы ұстанымды қуаттайды. Мысалы, Матруди сенім мектебінің әдістемелік негізін қалаушы имам Матруди осы аяттың тәпсірінде аспандағыдан деген сөзге билігі, мүлкі аспанда болған деп түсіндіреді. Имам Абулайса Самарқанди өзінің тәпсірінде аспандағыдан деген сөзге жазасы аспанда болғанға деген мағына береді. Имам Фахруддин Ар-Рази өзінің тәпсірінде аспандағыдан сөзіне байланысты бірнеше көзқарас бар. Соның бірі азабы аспанда болғанға деп түсіндірген. Үшіншіден, Ризабек Батталұлы Ерсаямен кездесу барысында қахар сөзінің түсіндірме
сөз ретінде қолданылғандығын, сондай-ақ мәтінде келмегендігін ашық айтып отыр. Алланың қаһарынан қауіпсіз екендіктеріңе сенімдісіңдер ме? Сөйлеміндегі қаһарынан сөзі редакциялық тұрғыдан жақшаның ішінде көрсетілуі керек екендігін автордың өзі теріске шығарып отырған жоқ. Міне, көріп отырғаныңыздай, аспандағыдан деген сөзді Алланың қаһарынан деп мағына беру аударма тұрғысынан да, түсіндірме тұрғысынан да ахли сунна уәл жамағат ғалымдарының тарапынан келісілген ортақ түсінік. Сондықтан Ерсаяның Ризабек Батталұлына таққан айыбы еш орынсыз. Негізі бұл жерде Ерсаяның өзінің ұстазы Дарын Мұбаровты ақтай отырып, Ризабек Батталұлын тыңдармандарға өтірікші етіп көрсеткісі келгендігі анық көрініп тұр. Осы бейнетаспада Ерсая дәлелсіз өзінің ой тұрғысынан кейбір қате тұжырымдарға жол бергенін байқауға болады. Мәселенің мәнісі мынадай. Сондықтан адам біреуді кәддәп дегенше негізі бірінші өзіне қарап алған жақсы. Әрине, егер ол имам Абу Джафар ат-Табаридің тәпсірін түсіндірмей құр таза аударғанда, олардың ақидасына сәйкес болмаушы еді. Бірақ енді олардың ақидасына сәйкес келмейді деп, оны өзгертуге, қаһар деген сөзді қосуға хақылар жоқ еді. Одан да имам Джафар ат-Табаридің тәпсірін келтірмей қойғаны дұрысырақ болар еді. Ерсаяның тұжырымы бойынша Ризабек Батталұлы еш негізсіз Дарын Мұбаровты кәззәб, яғни өтірікші деп айып таққан. Осы тұрғыдан Ризабек Батталұлы имам Табаридің айтпаған сөзін айтты дей отырып, оны өтірікші деп жалған кінә тағу арқылы ұстазы Дарын Мұбаровты ақтап алу еді. Біріншіден, Ерсаяның аудармаға байланысты Ризабек Батталұлын өтірікші деп айыптауы еш негізсіз. Себебі имам Табаридің айтпаған сөзін айтты деп отырған жоқ. Керісінше, имамның сөзіне тілдің стилистикалық тұрғысынан түсіндірме, мағына бергендігін ашық мойындап отыр. Ерсая Ризабек Батталұлының аудардым, кейін түсіндіру керек қой деген тұжырымдамасын негізге алып, біреуді өтірікші деуден бұрын аударма кезінде кейбір сөздердің мағынасын ашу мақсатында түсіндірме жасалатындығын жасырмай айту керек еді. Бұны Ерсая жақсы біледі. Екіншіден, Ерсаяның егер олар имам Табаридің сөзін Алладан деп аударғанда, олардың ақидасына тура келмейді деуі Ерсаяның және ұстазы Дарын Мұбаровтың кім екендігін және қандай бағыттағы адам екендігін ашық аңғартып отыр. Ерсаяның олар деп отырғаны кімдер? Бірінші, елбасымыздың саяси мәлімдемесіне жүгінетін болсақ, біздің еліміздегі дәстүрлі исламның мойындалған жалғыз ғана құрылымы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Екіншіден, 13 ғасырдан астам уақыт дәстүрлі исламды, яғни ахли сунна уәл жамағат бағытын ұстанып, хақ дінді біздерге аман есетін жеткізген ата-бабаларымыз. Үшіншіден, 14 ғасырлық ислам тарихының 11 ғасырын қамтитын, бүгінгі таңда мұсылмандардың 85-90%-ын құрайтын Матруди және Ашғари сенім мектептері. Төртіншіден, алғашқы 3 ғасырға кіретін сәләфус салихтар. Ерсаяның олар және олардың сенімі деп отырғаны міне осылар ағайын. Сонда Ерсая кім? Және ол дін мәселесінде кімнің жолын ұстанады? Бірінші, Ерсая сәләфизм, уахабизм ағымының насихаттаушысы Дарын Мұбаровтың тікелей шәкірті. Сәләфизм, уахабизм ағымын таратушы кешегі мен бүгінгі Альбани, Ибн Баз, Уthaymin, Хумайфи, Фаузан, Арифи, Мухаммад Хасан, Исхақ Хуайни сынды тұлғалардың ізбасары. Үшіншіден, сәләфизм, уахабизм ағымның негізін қалаушы, мұсылмандарды қалай тәкфирге шығарудың жолын көрсетуші Мұхаммад бин Абдул Вахабтың сенім және фиқ мазхабын ұстанушы. Төртіншіден, сондай-ақ ахли сунна уәл жамағатқа сенім және шариғат тұрғысынан көп мәселелерді қайшы келген Ибн Таймияның әрі оның шәкірті
Ибн Қойым әл-Джаузияның діни қағидаларын, канондық ұстанымдарын негізге алушы. Міне, Ерсая осы аты аталған адамдардың діни қағидаларын, ережелерін ұстағандықтан өздерімен келіспегендерді олар деп айрандай үйіп отырған қазақстандық мұсылмандарды діни сұрақтарда бөліп, қоғамда фитна таратып, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ақида мәселесіндегі ұстанымдарын айыптауының мәнісі осында. Ал енді сәләфизм, уахабизм ағымының сенім жүйесіне келетін болсақ, ол мынадай. Алла тағала затымен аспанда, Алла аршының үстіне затымен орныққан, түннің 1/3 бөлігінде аршыдан аспан әлеміне затымен түседі, аспан әлеміне затымен түскенде аршы босайды. Алланың 2 қолы бар, екеуі де оң қол. 2 қолында 5 саусағы бар, жүзі бар, жүзінде 2 көзі бар, 2 балтыры, 2 табаны бар. 2 табанын тозаққа салғанда күймейді. Алланың шегі бар, яғни әр тараптан шектеулі деген сенімде. Осыдан кейін кім аталмыш сенімде болмаса, онда ол адам олар деп жасанды түрде шеттетіледі де, және сенім мәселелерінде адасқан болып есептелінеді. Тіпті Ерсаяның ұстазы Дарын Мубаровтың сөзіне салсаң, дұрыс сенім жетпегендерді, сондай-ақ дұрыс сенім жетіп, оны қабылдаудан бас тартқан болса, кәпір деп айтуға болатындар. Үшіншіден, Имам Табари Мүлк сүресінің 16-17 аяттарындағы «Мән фиссама», яғни аспандағы сөзіне Алла деп тәпсір берген. Бұл тәпсірден Ерсая айтқандай, аспандағы Алла деген ұғым шықпайды. Себебі Имам Табари Тоха сүресінің 5 аятына берген түсіндірмесінде Алланың аршыға истауа ету сөз тіркесін тікелей ұғымда емес, керісінше астарлы ұғымда, яғни тәуил ұғымында, яғни аспандардан сұлтандық, басшылық ету арқылы жоғары болды, жылжу, қозғалу мағынасында емес деп тәпсірлеп, Алланы тікелей аспанда немесе аршыда отыр деп айтудың дұрыс еместігін тайға таңба басқандай ашық жазған. Имам Табари Мүлк сүресінің 16-17 аяттарының кәпірлерге байланысты айтылғандығын келтіреді. Өйткені кәпірлердің сенімі бойынша Құдай аспанда. Бұл жайында Имам Ар-Рази Мүлк сүресінің 16-17 аяттарына берген тәпсірінде кезінде арабтардың кейбірі Құдайдың бар екендігін мойындаған, бірақ мушаббихалар, яғни Алланы жаратылысқа ұқсатушылар секілді, Алланы аспанда деп сенген. Сондықтан Алла тағала оларға, яғни кәпірлерге, Құдай аспанда деп отырған сөздеріңді мойындайсыңдар ма? Деп тәпсірлейді. Түйін, Ерсаяның жоғарыда көтерілген мәселелерді талдау барысында тыңдармандарға Ахли сунна уал жамаат ғалымдарының сеніміне қайшы келетін түсінікті жеткізгендігі білініп тұр. Егер Имам Табаридің аталмыш аяттарға берген тәпсірі Ерсаяның және оның ұстазы Дарын Мубаровтың ұстанымына сай болса, онда Имам Табаридің осы мәселеге қатысты Тоға сүресінің 5 аяты, Ағраф сүресінің 54 аяты, тағы да басқа аяттарға жасаған тәпсірін тыңдармандар назарына толық ашып көрсетіп жеткізуі керек еді. Бірақ Ерсая басқа да аяттар тәпсірімен толыққанды ашып, тыңдармандарға жеткізе алмайды. Себебі осы тақырыпқа, яғни фиссама, истауа мәселесіне қатысты басқа да аяттарға Имам Табаридің жасаған тәпсірін зерттейтін болсақ, онда Имам Табаридің аталмыш аяттарға берген түсіндірмесі, Ерсаяның және оның ұстазы Дарын Мубаровтың және шет елдегі сәләфизм, уахабизм ағымның беделді шейхтарының ұстанымдарына антагонистік түрде қарама-қайшы екендігіне көзіміз жетеді. Ақиқатында бұл аудио таспадағы Ерсаяның мақсаты бәлкім өзінің ұстазы Дарын Мубаровты жақтап алу шығар. Сөзіміз тұшымды болу үшін тыңдармандарға аудио таспаның үзіндісін тағы да ұсынамыз. Ал енді Дарын ұстаздың мәселесіне келейік. Біріншіден Ризабекке бір хабар жетіпті. Тыңдап көрейік. Өткенде бір материал жүр,
Ондағы жаңағы олардың ұстаз сымақтары Дарын Мұбарак деген бар. Мен бір Матуридидан сұрадым дейді. Ол қандай Матуриди? Айтады, сендер дейді, Аллаға мекен беруге болмайды деп айтасыңдар дейді. Сендер жаннатта момындардың Алланы көретініне сенесіңдер ме деп айтты. Ол айтты, иә көреміз деп айтты. Онда Алланы жаннаттың ішінде көресіңдер ме, сыртында көресіңдер ме деп айттым дейді. Әлгі Матуриди маған Алланы жаннаттың ішінде көреміз деп айтты дейді. Мен айттым дейді, онда сендер Құдайға орын беріп атсыңдар ғой дедім дейді. Оған бір материал жетіпті. Енді келесі сөзін тыңдап көрейік. Ол жаңағы өздерінің ойлары жасап алып бізге жала жауып тұрған. Дәл сүйдеп айтқан Матуридиді алып келсін бізге, сөйлесейік. Ол сол Матуриди ме екен, соның өзі оны айтып тұрған. Енді бұл жерде Ризабектің сөзі сәл түсініксіз болып тұр. Біріншіден, ол бұл оқиға нақты болды ма, болмады ма білмейді. Өйткені оны жоққа шығару үшін Ризабек Дарын ұстазының жүрегіне кіріп шығу керек еді. Оның ойдан шығарып алғанын, өтірік айтқанын білу үшін. Немесе Қазақстандағы бүкіл матуридилардан сұрап шығу керек еді. Сендер Дарын ұстазбен кездестіңдер ма, кездескен жоқсыңдар ма деп. Немесе Дарын ұстазының қасында 24 сағат жүру керек еді. Бұл оқиған нақты болмағанын білу үшін. Біріншіден, Ерсаяның сөзіне қарағанда, Ризабек Батталұлы мәселенің мәнісін білмей, істің ақ қарасын ажыратпай, Дарын Мұбараковқа өтірік, дәлелсіз, жала жауаптымыз. Ерсая өз ұстазы Дарын Мұбараковты жақтап алудан бұрын мәселенің ара жігін ажыратып алу керек еді. Ол жерде Ризабек Батталұлы Дарын Мұбараковтың Матуриди сеніміндегі бір адаммен жолыққанын, жәннатта мұсылмандардың Алланы көру мәселесінде өз араларында диспут болғандығын жоққа шығарып отырған жоқ. Керісінше, Дарын Мұбараковтың әлгі Матуридимен кездесу барысында ол кісінің айтпаған сөзін айтты деп өтірік айтуында болып отыр. Енді Дарын Мұбараковтың айтқан сөзіне құлақ түрсек. Сұрақ қойсам бола ма дедім, жақсы. Онда Аллах тағаланы жәннатта көреміз дегенге сенесіз бе дедім? Сенемін деді. Онда енді сіздің қағидаңызға салып осыны талдайық дедім. Аллахты жәннатта көрген, жәннаттың ішінде көресіз бе, сыртында көресіз бе деп сұрақ қойдым. Ол біраз сыртта, ішінде деп айтты. Ол біраз сыртта, ішінде деп айтты. Дарын Мұбаров жоғарыда айтылған уағызында әлгі Матуриди бауырымыздың Алланы жәннаттың ішінде көреміз деп айтты деп нақақтан нақақ жала жауып өтірік айтып отыр. Ақиқатында Дарын Мұбаровпен болған диспутта әлгі Матуриди бауырымыздың шынайы жауабы мынадай еді. Енді Аллах тағаланы жәннатта көрген кезімізде, көзбен көрген кезімізде, Аллах тағала жәннаттан тысқары бола ма, жәннаттың ішінде бола ма? Астағфируллах. Бұл бар ғой. Былай істейік. Дәкен, сізде Жоқ, уақыт енді бола ма? сұрақ қой. Келі уақыт бола ма? Давайте отырайық дұрыстап. Жоқ. Жақсы. Алла тағала, Осы жерге келіп Алла тұрмайсыз. тағала жәннаттың ішінде болу, бір бағытта болу, бір кейіпте болу, ара қашықтық болу, бұл не? Бұл өте Сіздердің ойынша ауыр, ұқсату. менің ойымша емес. Бұл Ибн Касирдің ойынша, Енді бұл сіздің ойынша Ат-Табаридің деген Ибн ойынша. Касир баран тұр. Имам Азам Абу Ханифаның бойынша қарсы шығарамыз ба? Жәннатта Жақсы, көреді. жақсы. Тыңдап отырғандарыңыздай, Матуриди бауырымыз мұсылмандардың Алланы жәннаттың ішінде болуы, белгілі бір бағытта болуы, кескін кейіпте, ара қашықтықта көреміз деу ахли сунна уал жамағаттың ұстанымына жатпайды, яғни қате түсінік екенін ашық айтып отыр. Бұған дәлел Дарын Мұбаров сұрақ қойған кезде Матуриди бауырымыздың астағфирулла, яғни Алла сақтасын деп жауап бергендігі. Демек, бұл аудио таспада Алланы жәннаттың ішінде көреміз деген сөз Матуриди бауырымыздың тарапынан еш айтылған жоқ ағайын. Яғни Дарын Мұбаров осы уағызында кезекті кәззаптығын жасап, Матуриди бауырымыздың айтпаған сөзін айтты деп, жәннаттың ішінде деген сөзді өз тарапынан қосып отыр. Асылында Ризабек Батталұлының Матуридилер айтпаған сөзді Дарын Мұбаров өз ойынан шығарып, қосып отыр деуінің мәнісі осында. Демек, Дарын Мұбаров
бұл аудио таспада осы тақырыпқа байланысты өтірік сөйлеп, кәззаптық жасап отыр. Екіншіден, Ерсая Ризабек Батталұлына еш негізсіз жала жауып, Дарын Мубаровты кәззап етіп көрсетті деп ақпарат таратудан бұрын істің мән жайын жақсылап зерделеп, түсініп алу керек еді. Бұл мәселеге қатысты екі тұжырымдама жасауға болады. Ерсая бұл мәселенің анық-қанығына жетпей кірісіп отырған тәрізді. Себебі Ерсая ұстазы Дарын Мубаров пен Матрудидің арасында болған әңгіменің мәнісін толық білмейді, немесе біле тұрып әдейі бұрмалап отыр деуден басқа айтар уәжіміз жоқ. Егер Ерсая Дарын Мубаров пен Матрудидің арасында болған әңгімені толық естігенде, Ризабек Батталұлының Дарын Мубаровты өтірікші, яғни кәззап дегенін жоққа шығара алмас еді. Түйін, Дарын Мубаров пен Матрудидің арасында болған диспутта Ерсая немесе ұстазы Дарын Мубаров екеуінің біреуі өтірік айтуда. Құрметті бауырлар, Дарын Мубаров пен Матруди бауырымыздың арасында болған диспутты екінші қырынан қарайтын болсақ, Дарын Мубаров имам Абу Ханифаның Фиқхул Акбар атты еңбегіндегі мұсылмандардың жәннатта Алланы көруіне байланысты берген түсініктемесінде мәтінді бұрмалап аударғандығын көруге болады. Өзіңіздің көзіңізбен көресіз. Адам өзінің көзімен көреді. Қалай көреді? Өйткені Абу Ханифа Фиқхул Акбарға барсаңыздар, ярахул муъминун Қазақша. би а'юни руусихим фил жанна. Сөзбіз айтып беремін. Мұсылмандар Раббысын жәннатта Фиқхул Акбарды шығарыңыз. Өз көздерімен көреді деген. Дұрыс. Көзбен көреміз. Дұрыс. Бірінші аудиотаспада Дарын мұсылмандар жәннатта Раббысын өз көздерімен көреді, яғни Алланы жәннаттың ішінде көреді деп кітаптың мәтінін өзгертіп отыр. Бұған қоса кітап мәтінін кезекті бұрмалап халықты алдауда. Сол Абу Ханифаның Фиқхул Акбар кітабында келеді. Не деп айтамыз? Жәннатта Аллахты көрмесе, ярахул муъминуна, иман келтіргендер, яғни мұсылмандар Аллахты көреді, фил жанна, жәннатта көреді. Жәннаттың ішінде көреді дейді. Би а'юни руусихим, бастарының көздерімен көреді дейді. Түсіндіңіздер ме? Яғни жәннатта Аллахты көру бұл аят бойынша да, хадис бойынша бекітілген. Бұны жоққа шығара алмайды. Жоққа шығарған қауымдарда болған. Бұны жоққа шығарған Аллахты көрмейміз деген. Жәннаттың ішінде Аллахты көрмейміз. Оны аятта бар, хадисте бар. Екінші аудиотаспада иман келтіргендер, яғни мұсылмандар Аллахты көреді, жәннатта көреді, жәннаттың ішінде көреді, бастарының көздерімен көреді деп түсіндірді. Енді Дарын Мубаровтың кәззаптық тірлікпен айналысып, дінге қиянат жасағандығын дәлелдеу үшін баршаңызды Абу Ханифаның Фиқхул Акбар кітабының мәтініне үңілулеріңізді сұраймыз. Ақиқатында Фиқхул Акбар кітабындегі аталмыш мәселеге қатысты мәтін мынадай. Ярахул муъминуна ва хум фил джаннати би а'юни руусихим била ташбихин ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. Момындар жәннатта тұрып, өз көздерімен ұқсатусыз, кескін кейіпсіз, шектеусіз және араларында арақашықтық болмастан Аллахты көреді деп мұсылмандардың жәннатта Алланы көруіне қатысты Ахли сунна уәл жамағаттың сенімін ашық түрде баяндауда. Міне, Абу Ханифаның Фиқхул Акбар кітабының мәтінінде Алла тағаланы жәннаттың ішінде болады деген сөзі жоқ ағайын. Тіпті мүминдер жәннатта Алланы көргенде Алла мен адамның арасында ешқандай ұқсату, кескін, кейіп, шектеу және араларында ара қашықтықтың болмайтындығын имам Абу Ханифа ашық айтып отыр. Ал Дарын Мубаров мәтінді бұрмалап Алланы жәннаттың ішіне кіргізіп, Абу Ханифаның айтпаған сөзін айтты деп халықты алдап отыр. Келесі мәселе, Құран аяттарын өз пікірі бойынша түсіндіруі. Дарын Мубаров өзінің аудиотаспадағы кезекті уағызында Абдулла ибн Аббастан радиаллаху анхудан келген деп Бақара сүресінің
165 аятындағы меккелік мүшриктер Аллаға жүректерімен сенеді және де Алланы сүйеді деген сөз тіркесін дәлел ретінде келтірді. Абдулла ибн Аббас, Алла о кісіден разы болсын, сахаба осы Құран аятын тәпсірлегенде айтады: "Уа мин иманихим", олардың иманы дейді. Кімдердің иманы? Пайғамбарымыз кезіндегі мүшриктердің иманы дейді. Олардың иманы дейді. "Уа ин саалтам", олардан сұрасаң, "Ман халақас сама, ман халақал жибал, ман халақал ард", аспанды кім жаратты, жерді кім жаратты, тауды кім жаратты десең, олар айтады: "Алла". Уахум юшрикун, сөйте тұрып олар Құдайға серік қосатын еді дейді. Міне олар Құдайдың бар екенін мойындады. Сонымен құлары тек мойындап қойған жоқ, Құдайды бар деген Құдайды сүйгендіктері, Құдайдың атымен ант ішетіндіктері де бізде тарихта нақты Құран аяттарында нақты көрсетілген болып табылады. Мысалға Алла Құранда айтады: "Омнан наси ман яттахизу мин дуниllahi андада юхиббунум кахуббилlah". Аллахтан бөлек нәрсеге сүйініп жүрген адамдар бар. Ол өздерінің сүйінген нәрселерін Құдайды сүйгендей сүйеді дейді. Олар Құдайды сүйетіндігін айтып жатыр. Олар Құдайдың бар екен жүрекпен сенді. Олар сол Құдайды жүректерімен сүйді. Дарын Мұбаров, аятқа түсініктеме беру немесе дәлел көз ретінде алудан бұрын аятқа түсіндірме беруші тәпсіршілердің тәпсіріне үңілуі керек. Ал енді муфассирлердің имамы, сәләфу солих ғалымдарының қатарынан болған Абу Джафар ат-Табаридің тәпсірінен 165 аяттың түсіндірмесін қарап көрелік. Имам Табари Бақара сүресінің 165 аятына берген тәпсірінде кей адамдар Алладан басқаны пұт, Құдай көреді де, оларды мұсылмандардың Алланы сүйгеніндей сүйеді, бірақ мүминдер Алланы артықша сүйеді делінген. Имам Табаридің аталмыш аятқа берген түсініктемесін оқитын болсақ, төмендегідей ұғым шығатынын көреміз. Сондай Алладан басқаны ортақ қылғандар, олар мүшриктер. Сол пұттарын мүминдер Алланы сүйгендей сүйеді. Аяттың жалғасында мүминдер Алланы мүшриктер пұттарын сүйгеннен артық сүйеді. Ал пұттарын Құдай санаған мүшриктер пұттарын ғана сүйетіндіктерін айтып отыр. Ал Дарын Мұбаров мүшриктер Алланы сүйеді деп түсіндіріп жатыр. Жалпы мүшриктердің Алланы сүюі былай тұрсын, оған иман келтірмегендігі, сондай-ақ өз пұттарын Құдай санағандығы Құран кәрімде ашық баяндалған. Имам Табари Муъминун сүресінің 86 аяттарын келтіріп, жеті көктің Раббы және ұлы аршының Раббы кімде? Мүшриктер дереу Алла дейді. Бұл аят жайлы Имам Табари олар, яғни мүшриктер, Алла дейді. Айт оларға, сендер соншалықты алданудасыңдар. Ибн Аббас қалайша сендер өтірік айтасыңдар деп тәпсірледі. Осы сүренің 90 аятында Алла тағала біз сендерге шындықты келтірдік, бірақ олар өтірікшілер. Ибн Аббас шындығында мүшриктер өтірік айтты деп тәпсірлеген. Құрметті бауырлар, жалпы алтын қағида бойынша Құранның әрбір аятына тәпсір жасайтын, түсінік мағына беретін тек қана муфассирлер екендігі көзі ашық, көкірегі ояу қарапайым мұсылманға мәлім. Демек, Құранның аяттарына мағына тәпсір беру, хадистерге түсіндірме, шарх жасау Ахли сунна вал жамағаттың ұлы ғалымдарының құзыреті. Бүгінгі таңда қарапайым мұсылман бұлай тұрсын, тіпті осы заманның менмін деген ғалымдары да өз тарапынан аятқа тәпсір, хадиске шарх жасамайды. Керісінше, олар жоғарыдағы муфассирлар мен муштахид фақихтердің еңбектеріне жүгінеді. Егер бүгінгі таңдағы белгілі ғалымдардың өздері өздігінен тәпсір мен шарх жасамайтын болса, онда Қазақстандағы өз тарапынан тәпсір мен шарх жасап жүрген ғалым сымақтар кімдер? Алайда өздеріңіз көріп, естіп отырсыздар. Дарын Мұбаров бауырымыз бұл аятқа берген өз түсініктемесінде муфассир ат-Табаридің тәпсіріндегі осы аятқа қатысты түсініктемелерге қарсы шығып, бұрмалап, жамағатты адастырып отыр. Дарын Мұбаровтың Алланың хабари сипаттарын Ахли сунна вал жамағаттың ұстанымына қарама-қайшы бұрмалап түсіндіреді. Сондықтан мұсылмандардың ішінде басқа топтар пайда болған, Аллахтың түсу сипатын жоққа шығаратын, Аллахтың аршыға орнығу сипатын жоққа шығарушылар болған. Неге? Олар Аллахтың осы сипаты айтылған кезде бірден адамға ұқсата бастайды. Сөйтіп біз Аллахты пәктейміз, кемшіліктен пәк етеміз деп, ол сипаттарын жоққа шығарады. Аллах тағала түседі десек, онда
біз Аллахты адам ұқсатқан боламыз дейді, түсетін адам дейді. Оны біз айтамыз, Аллахның рахметі түседі деп айтамыз, әрбір түнде деп айтамыз дейді. Себебі Аллахтың түседі деген хадисіне қарама қайшы пікір айтады. Аллах түседі, сөз жоқ, күмән жоқ. Аллах аршыға орнықты, күмән жоқ, бірақ өзінің ұлықтығына тән сипаттанады. Ақиқатында Дарын Мубаров бұл аудио таспадағы пікірлері теңдесі жоқ Ахлис-сунна уал Джамааттың Абу Ханифа, имам Малик, имам Тахауи, имам Шафиғи, имам Ахмад Хамбал, имам Науауи және Ибн Хаджар ал-Асқалани және тағы басқа ғалымдарының және де қазақ халқының ұлттық элиталарының Абай, Ыбырай Алтынсарин және де Шәкәрім сияқты ата-бабаларымыздың діни құндылықтарына қарама-қайшы келетін тұжырымдар мен түйіндерге әкелгенін сіздерге талдап береміз. Біріншісі, Алланың нузул және истауа сипаттарын түсінуде жаңа топ пайда болды деп негізсіз айыптауы. Екіншіден, Алланың нузул және истауа сипаттарын Матруди, Ашғари ақидасын ұстанушылар жоққа шығарады деп жазықтауы. Үшіншіден, Алланың нузул және истауа сипаттары айтылғанда Матруди, Ашғари ақидасын ұстанушылар бірден адамға ұқсатады деп кінәлауы. Төртіншіден, Матруди, Ашғари ақидасын ұстанушылар аталмыш сипаттарды жоққа шығарып, қарама-қарсы пікірді айтады. Яғни түссе Алланың өзі емес, оның рахмы түседі деушілерді даттауы. Біріншісі, Алланың нузул және истауа сипаттарының мағынасын түсінуде пайда болған адасқан топ деп меңзеп отырғаны Ашғари және Матруди мектебі. Ақиданы түсіну әдістемесінде Ахлис-сунна уал Джамаат мұсылмандары екі мектептің бірін ұстанады. Яғни әдістемелік бағыттың негізін салушы имам Абу Хасан әл-Ашғаридің соңынан ерушілерді Ашғарилер, ал имам Абу Мансур әл-Матрудидің соңынан ерушілерді Матрудилер деп атайды. Ашғари және Матруди мектебінің арасында негізгі сұрақтарға қатысты келіспеушілік жоқ. Айырмашылық тек терминдерді қолдануларында ғана. Жалпы бұл ғылыми термин ақыл ойы түйіскен адам тек терминнің артынан еріп кетпей, терминнің астында қандай мағына мен бағыт жатқанын білуі тиіс. Егер біз өзімізді Ханафи мазхабын ұстанамыз дейтін болсақ, имам Абу Ханифа жеке пайғамбарымыздың сүннетінен бөлек жолға шақырды деп түсінбейміз. Абу Ханифа, рахимахулла, Құран мен пайғамбарымыздың сүннетін егжей-тегжейлі зерттеп, саралап, түсінікті етіп, пайғамбарымыздың ақ сүннетін мүлтіксіз кейінгі үмметке жеткізді. Альхамдулилля. Матруди және Ашғари мектептері де дәл солай ағайын. Ақида мәселелерінде Ханафилер имам Матрудидің мектебін, ал қалған үш мазхаб имам Ашғаридің мектебін ұстанады. Имам Матруди мен Ашғари өздігінен ешқандай жаңа сенім ойлап таппағанын тыңдармандар жақсы біледі. Әсілі, біз айтып жүрген Матруди ақидасы немесе Ашғари ақидасы олардың ойлап тапқаны емес. Керісінше, имам Матруди мен Ашғари Ахлис-сунна уал Джамааттың діни сенімінің басты қағидаларын бірінші болып өз еңбектерінде зерделеп, әрі нақтылап жазып қалдырған. Ал имам Матруди мен Ашғари бұл білімді өз ұстаздарынан алған. Ол ұстаздар өз ұстаздарынан естіп білген. Осылайша ақидалық ілімнің тізбегі нақыл ілімге барып тіреледі ағайын. Яғни ақида ілімінің бастау көзі Құран мен сүннет. Бұл тізбек тікелей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезеңінен біздің күнге дейін жалғасып жеткен. Яғни дуалы ауыз һәм зейінді ұстаздар арқылы ұласып, бүгінге жеткен алтын тізбек. Аталмыш екі ақида мектебінің анықтығы мен дәлдігін дәлелдейді. Сонау 8 ғасырдан бастап бүгінге дейін сенім мәселелерінде қазақ халқы, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұстанып келе жатқан жолы Матруди сенім мектебі. Екіншіден, Дарын Мубаровтың Матрудилер Алланың нузул және истауа сипаттарын жоққа шығарады деуі тағы бір негізсіз, өтірік, жала болып саналады. Жалпы Ахлис-сунна уал Джамаат ақидасында Алла тағалаға нузул, истауа сипаттарын сипат ретінде қабылдайды. Бірақ бұл сипаттар тілдік, тікелей сөздің сыртқы мағынасында Алла тағалаға бекітілмейді. Ахлис-сунна уал Джамаат ақидасында аталмыш сипаттарды түсінуде екі жол бар. Соның біріншісі, сипаттарды ұқсатусыз, еш кейіп берместен
жоққа шығармастан, жаратылысқа тән мағыналардан Алла тағаланы пәктеу, сондай-ақ хабари сипаттарды араб тілінен өзге тілге аудармастан Аллаға бекітіп, мағынасын Аллаға тапсыру. Ал Дарын Мұбаровтың сипаттарды жоққа шығарады деп айыптауы еш негізсіз. Бұл әдістемені Ахли Сунна уал Жамаат ғалымдары тафвид жолы деп атайды. Бұған дәлел Алла тағала Құран кәрімде былай айтады: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ол Алла саған Құран түсірді. Оның ашық мағыналы аяттары бар. Солар кітаптың негізгі іргетасы. Екінші, ұқсас ұғымда аяттар бар. Ал жүректерінде қыңырлық болғандар бұзақылық іздеп, ұқсас мағыналы аяттардың ұғымын іздестіріп соңына түседі. Оның ұғымын Алла ғана біледі. Сондай-ақ ғылымында озат болғандар бұған сендік, барлығы Раббымыздың қасынан дейді. Бұны ақыл иелері ғана түсінеді. Али Имран сүресі 7-ші аят. Хамбали мазғабының беделді ғалымдарының бірі Имам Қудама әл-Мақдиси өзінің Заммут Тауил атты кітабында Имам Ахмадтың нузул жайлы пікірін жеткізеді. Ол, яғни Имам Ахмад былай деп айтады: біз бұл сипаттарға еш кейіп, мағына берместен сеніп растадық дейді. Имам Абу Ханифа өзінің Әл-Васия атты кітабында истауа сипатын төмендегідей түсіндіреді: نقر بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى من غير أن تكون له حاجة واستقرار عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار قبل خلق العرش أين كان الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Алла тағаланың аршыға ешбір қажетсіз әрі оған орнығусыз истауа қылғанына иман келтіреміз. Алла тағала аршыны да одан басқаны да сақтаушы әрі оған мұқтаж емес. Егер хақ тағала аршыға мұқтаждық танытса, жаратылған жаратылыстың деңгейіне түсіп әлемді жаратуға, басқаруға шамасы келмес еді. Егер хақ тағала оған отыруға, орнығуға мұқтаждық танытса, аршы жаратылмай тұрып, Алла қайда болды? Хақ тағала мұндай кемшіліктерден пәк әрі ұлы деп имам Абу Ханифа өзінің сөзін тәмамдайды. Имам Абу Ханифа өзінің тағы бір еңбегінде Фихул Абсат кітабында Алланы белгілі бір мекенге бекіту мәселесіне қатысты төмендегіні мәлімдейді: من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. Кімде-кім Раббым аспанда ма, жерде ме білмеймін десе, кәпір болады. Абу Ханифа жоғарыдағы мәтінде осы мағынада жауап қайтарған адам Алланы белгілі бір мекенге бекітпесе, кәпір болады деген ұғымды қалыптастырмаған. Бұған дәлел мәтінге шарх беруші Абу Лайс ас-Самарқанди жоғарыдағы мағынада жауап қайтарудың астарында Алла тағаланың мекені бар деген ұғым шығады. Сондықтан аталмыш мағынада жауап қайтарған адам мүшрик болады деп тұжырымдайды. Бұған қоса Абу Лайс ас-Самарқандидің тұжырымын қуаттау мақсатында Фихул Абсат кітабының келесі мәтінде Абу Ханифаның осы тақырыпқа байланысты жасаған түйіндерін келтіруді жөн көріп отырмыз. Егер сізден бір кісі Алла қайда деп сұраса, қалай жауап берер едіңіз? Абу Ханифаның жауабы: Алла тағала жаратылысты жаратпай тұрып, ешбір мекен жоқ кезде болды. Тіпті ешбір жаратылыс және қайда деген ұғым да жоқ кезде ол Аллаху субханаху ва тағала бар болған. Ол Алла барлық жаратылысты жоқтан бар қылушы. Демек, имам Абу Ханифаның пікірінше
Алланы аспанға да, жерге де бекітуге болмайды. Сондықтан ахли сунна уал жамағаттың ғалымдарының ережесіне сай, Алланы аспанда немесе жерде деп есептеуге болмайды. Себебі Алланы аспанда немесе жерде деп есептесе, хақ тағаланы белгілі бір мекенге бекітіп қою қаупі бар. Ал ақиқатында ахли сунна уал жамағат ғалымдарының ережесіне сай, Алла тағала еш нәрсеге, орынға да, тарапқа да, мекенге де, уақытқа да абсолюттік түрде мұқтаж емес. Абу Аль-Фада Ибн Кафир өзінің атақты тафсир Ибн Кафир атты туындысында Алланың истауа сипатын төмендегідей түсіндіреді. Бұл сипаттарды еш кейіпсіз, ұқсатусыз, жоққа шығармай қалай келсе, солай өткізіп жіберу. Ал ұқсатушылардың ойларына келген сөздің тілдік мағынасын Алла тағаладан қайтарамыз. Өйткені Алла тағала жаратылысына еш ұқсамайды. Алла тағала Құран кәрімде «Ләйсә кәмифлихи шәйун ва хуәс-сәмиъул басир». Еш нәрсе ол сияқты емес, ол Алла әр нәрсені естуші, толық көруші. Шура сүресі 11-ші аят. Көпшілік сәләф ғалымдары муташабих сипаттарды мойындап, мағынасын Аллаға қайтарған. Алла тағала әрбір мұсылманға Құран аяттарындағы әрбір сөздің мағынасын жетік білуді жүктеген жоқ. Алайда әрбір мұсылманға Құранның барлық аяттарына иман келтіруді бұйырды. Егер мұсылман Құранның кез келген бір аятын жоққа шығаратын болса, ол адам діннен шығады. Сондықтан Алла тағала қасиетті Құран кәрімде төмендегі аяттарды баяндайды. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Сондай ғылымында озат болғандар бұған сендік барлығы Раббымыздың қасынан деп иман келтіреді. Екіншісі, муташабих сипаттарды араб тілінің қолданыстағы қағидалары мен Алла тағаланың ұлықтығына сай жорамалдап, еш кейіп берместен, ұқсатусыз, сипатты жоққа шығармастан тәпсірлеп, халыққа түсіндіру. Жалпы ислам әлемінде муджассим мен мушаббих топтары, яғни Алланы жаратылысқа ұқсатушы, адасқан топтар, муташаббих аяттарға сөздің сыртқы тікелей тілдік мағынасын бере бастаған кезде, ахли сунна уал жамағат ғұламалары муташаббих аяттарды жорамалдап, Алла тағаланың ұлықтығына сай түсініктеме берген. Бұл жолда ғалымдар тәуил әдісі деп атайды. Мысалға, өздерін сәләфиміз деп жүрген бауырларымыздың бетке ұстар ұстаздардың бірі. Мұхаммад ибн Салих Усаймин, рахимахуллах, Ибн Таймияның Ақидатул Васатия кітабына жазған түсіндірмесінің 307-ші бетінде арш, яғни аршы мәселесіне қатысты төмендегі тұжырымдарды келтіреді. Истиуа болса Алланың ісі, зати сипаты емес. Менің көзқарасымда аршы босай ма, босамай ма деп сөз қозғауға болмайды. Сахабалар секілді біз де үндемейміз. Бірақ ахли суннада бұл мәселеде 3 түрлі ұстаным бар. Босайды деген, босамайды деген және үндемеу, тауаққуф жасау, яғни тоқтау деген ұғымдар бар деп айтқан. Әрі қарай Ибн Таймияның Алла тағалаға түннің 3-тен 1-інде аспан әлеміне түсу мәселесіне қатысты аршы босамай ма, әлде босайды ма деген сұраққа аршы босамайды деген ұстанымды таңдағанын жеткізеді. Шейх Усайминнің сөзінен аталмыш 3 ұстаным да ахли суннаның пікірі екенін білеміз. Яғни әхлул бидағаттікі емес, қайсысын алсаң да ахли сунна уал жамағаттан шықпайсың деп пайымдап жатыр бұл кісілер. Келесі мәселе. Аталмыш кітаптың 72-ші бетінде Мұхаммад ибн Салих Усаймин расында Алла тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген Сахих Бухари және Муслимде келген хадиске жасаған шархында төмендегідей түсініктеме келтіреді. Егер Алла мен адамға қатысты ортақ бейне қандай деп сенен сұраса, біздің жауабымыз мынадай. Расында Аллада жүз, көз, қол, аяқ бар. Бірақ олар Алланың жүзі, қолы, көзі, аяғы толық адамдікіндей болуы шарт емес. Сонымен қатар кішкентай ортақ ұқсастық бар деп айтып жатыр. Келесі мәселе, аталмыш кітаптың 73-ші бетінде Мұхаммад ибн Салих Усаймин
ұқсастықты түгелдей жоққа шығару, яғни нәфи жасау дұрыс емес. Себебі әрбір екі нәрсенің арасында ортақ нәрсе бар. Ол ортақ нәрсенің болуы, ол ұқсастықтың, тәшбихтің бір түрі. Сол себептен тәшбихті толығымен жоққа шығару, бұл жаратушы мен жаратылыстың арасындағы ортақ нәрселерді жоққа шығару болып есептеледі, деп пайымдаған өзінің кітабында. Құрметті бауырлар, сәләфизм, вахабизм ағымының беделді ғалымдарының Алла мен адамға қатысты тұжырымдары мен Евангелияның Бытие кітабының 1-ші тарауының 26-шы жырындағы Бог создал человека по образу и подобию своему. Құдай адамды өз бейнесіне ұқсатып жаратты шумақтары бір-біріне сәйкес келіп тұрған жоқ па? Келесі Ибн Таймияға қатысты мәселе. Ибн Таймия өзінің Баяну Талбисул Жахмия атты кітабының 1-ші томының 78-ші бетінде мынандай сөздерді келтіреді. Джисм Алланы физикалық дене деп тану, яғни джисм туралы не айтасың? Шариғатымызда Алланы денеден пәктейтін сипат па, әлде дене жайлы ешкім сөз қозғамаған ба деп сұрақ қойылса, біздің жауабымыз: бұл сұрақ шариғат қозғамаған мәселелерден екендігі анық. Бірақ денені Аллаға байланысты жоққа шығаруға қарағанда, шариғатта Аллаға бекіту дұрысырақ болып есептелінеді. Себебі Алла Құранның бірнеше аяттарында жүзді, екі қолды өзіне бекітті. Жаратушы мен жаратылысқа ортақ құдірет, қалау сипаттары секілді, бұл аяттардағы дене сипаты да ортақ болған сипаттардан. Сол себептен көптеген мұсылмандар жаратушы Алла басқа денелерге ұқсамайтын дене деп білу ақидасында тұрақтады. Ханбалилер және соларға ергендердің көпшілігі осы ұстанымда. Деп ол кісі осы сөздерді айтты. Абу Я'ла ибн Az-Зағуни, Абу Хамид секілді ақида мәселелерінде қателескен кейбір Ханбали мазғабының ғалымдардан басқа ешбір ғалымдар Алланы джисм, яғни дене деген сенімде болмаған. Керісінше, имам Ахмад бастаған Ханбали мазғабының ең мәшһүр ғалымдары, мысалы Ибнул Джаузи, Абу Фадл ат-Тамими және Ибнул Ақил секілді ғалымдардың бәрі Алланы джисм, дене сияқты жаратылысқа тән сипаттардан пәктеген. Алланы джисм деп, дене ретінде танитындарды Ахлюсунна уәл Джамаат ғалымдары муджассимдер деп атайды. Аллаға джисмді, яғни денені бекітушіні Ахлюсунна уәл Джамааттың қағидаларына сай муджассим деп атасаң, мушаббих муджассим сенімінде жүрген бауырларымыз, сендер Ахлюсунна уәл Джамааттың ғалымдарына мушаббих муджассим деп жалған айып тағып жатырсыңдар деп шырылдайды. Ал ақиқатында Алланы джисм, яғни дене деп тұрған адамдарды муджассим демегенде кім дейміз? Мүмкін ахлу тәнзих, муназзих, яғни Алланы жаратылысқа ұқсатудан пәктеуші дейміз бе сонда? Өздеріңіз естіп, көріп отырғандарыңыздай, жоғарыдағы тұжырымдар Ахлисунна уәл Джамаат ғалымдарының ұстанымдарына антагонистік түрде қарама-қайшы келеді. Өкінішке орай, бүгінгі таңда бүкіл әлемдік шеңберде, оның ішінде Қазақстан аумағында, Ахлисунна уәл Джамаат Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұстанымына қарсы келетін адасқан топтың, яғни мушаббиха, муджассималардың сенім жүйелерін діннен сауаты жоқ қарапайым қазақстандықтардың санасына енгізіп, халықты улап адастырып жатыр. Жалпы сенім ұстанымдары, яғни таухид, ақида, мұсылманды екі дүние бақытына жетелейтін негізгі мәселелерден болып есептелінеді. Кімде-кім сенім мәселелерінде аталмыш Ахлисунна уәл Джамаат ғалымдарының ұстанымдарына сәйкес келмейтін адасқан тұжырымдарды насихаттаушы мұсылманның ғибадаты, намазы, оразасы, оның зекеті, қажылығы, ақлағы толық болса да, бірақ сенім ұстанымдарында қателескендігі үшін ол адамның о дүниеде жәннатқа кіруі неғайбыл ағайын. Сондықтан Алла тағалаға қатысты нузул, истава, яғни хабари сипаттарын муджассим, мушаббихтар, тілдік, сыртқы тікелей мағынада түсініп, Алланы дене ретінде қабылдап, түннің 3-тің бірінде
аспан әлеміне Алла тағала түскенде аршы босап қалады, алты тараппен шектеулі және тағы басқа Алла тағалаға қатысты қисынсыз адасқан философиялық қате тұжырымдарды айтқан кезде Ахлюсунна уәл жамаат ғалымдары мушаббих муджассим адасқан топтарына қарсы пікір жазып, аталмыш сипаттарды Алланың ұлықтығына сай жорамалдап түсіндірген. Бұл кейбір сәләф, көпшілік халаф ғалымдарының ұстанымдары. Мысалға Ибн Аббас, имам Муджахид, имам Қатада, Суфиян ибн Уайна, Бухари, Табари, Абдурахман аль-Джаузи, имам Байхақи, имам Қуртуби, Ибн Касир, имам Науауи, Ибн Хаджар ал-Асқалани және тағы басқа Ахлюссунна уәл жамағат ғалымдары тәуил әдісін қолданған. Сәләф солих ғалымдардың қатарына кіретін атақты тәпсірші имам Табари Алла тағаланың истауа сипатына байланысты тәуил әдісін қолданып төмендегідей тұжырымдайды. Бақара сүресінің 29 аятына сілтеме жасаған «Thumma стауа иля сама». Имам Табаридің Алла аспанға истауа аятының тәуиліне әртүрлі қайшылықтар болды дейді. Алла тағалаға мақтау болсын, Алла аспанға истауа дегенде, истауа сөзінің мағынасы аля алейхинна, аспандардан жоғары болды, иртифа, жоғарылады, сондай-ақ құдіретімен басқарып, 7 қабат қылып жаратты. Фақул аля алейха улуан мулкин ва султанин, ла улуан интиқалин ва завалин. Имам Табаридің Алла оны рахмына бөлесін айт. Аспандардан жоғары болды дегені сұлтандық қылумен, яғни билеумен, басқарумен жоғары болды. Жылжу яки қозғалу мағынасында емес. Абу Аль-Фада ибн Кафир өзінің атақты Тафсир ибн Кафир атты туындысында осы сипаттарға қатысты былай дейді. Бұл сипаттарды еш кейіпсіз, ұқсатусыз жоққа шығармай, қалай келсе, солай өткізіп жіберу. Ал ұқсатушылардың ойларына келген сөздің тілдік мағынасын Алла тағалаға қолданбаймыз. Өйткені Алла тағала жаратылысына еш ұқсамайды. Алла тағала Құранда «Лайса камифлихи шайун ва хуас-самиул басир» еш нәрсе ол сияқты емес, ол Алла әр нәрсені естуші, толық көруші деп баяндады. Ибн Манзур өзінің фундаменталды Лисанул Араб сөздігінің 447 бетінде истауа сөзінің тікелей тілдік мағынасын түсіндіреді. Егер истауа сөзін адамға қатысты қолданатын болсақ, ол адамның кемелділігіне жеткендігін, не болмаса жасының 40-қа толғандығын білдіреді. Ал Құрандағы «Уаллази халақалакум ма фил арди жамиан сумма стауа иля сама». Алла жер жүзіндегі барлық нәрсені сендер үшін жаратып, соңынан аспанға истауа етті, оны ақаусыз 7 қабат етіп орналастырды. Мысалы, патша бір қаладан екінші қалаға истауа етті. Мағынасы, яғни екінші қалаға билігін толық кемел жүргізді деген тұжырым туындайды. Истауа сөзін сағалап, қарамағына алды, меңгерді деген мағынада қолданған. Әл-Джаухари аспанды жаратуға, яғни истауа етуге кірісті. Ибн Аббас истауа иля сама, аспанды истауа етуге кірісті, яғни суида иля сама, сөз тіркесінің мағынасы әмірін жүргізуге кірісті деген меңзейді. Ахмад ибн Яхья ар-Рахману алал арш истауа сөйлеміндегі истауа сөзін бір затты қарамағына алды, басқарды, яғни истаула деген мағынада түсіндірген ағайын. Құрметті бауырлар, бүгінгі таңда сәләфи бауырларымыз қарапайым мұсылмандардың басын қатырып, адастырып, дау-дамайға салып жүрген кезекті тақырыптарының бірі ол Алланың нузул сипатына қатысты мәселе. Жалпы кез келген сөздің, терминнің, кез келген тілде мағынасына үңілу үшін сол тілдегі түсіндірме сөздіктерін ашып қарауымыз керек. Мысалы, қазақ тіліндегі сөздердің, терминдердің мағынасын білу үшін қазақтың түсіндірме сөздіктерін оқуымыз керек. Орыс тіліндегі сөздіктердің, терминдерінің мағынасын білу үшін орыс тілінің түсіндірме сөздіктерін оқуымыз керек. Дәл сол сияқты, араб тіліндегі сөздердің, терминдердің мағынасын білу үшін араб тілінің түсіндірме сөздіктерін, яғни Лисанул Араб, Қамисул Мухит, тағы да басқа сол сияқты нәрселерді оқуымыз керек. Ибн Манзур өзінің фундаменталды Лисанул Араб сөздігінің 111 бетінде нузул сөзінің тікелей тілдік мағынасын
түсіндіреді. Хадисте баян етілгендей, Алла тағаланың түннің 1/3-інде аспан әлеміне нузул деген сөзін қону, яғни денелермен әрекет арқылы бір мекеннен екінші мекенге орын ауыстыру мағынасында түсінуге мүлдем болмайды. Алла тағала осындай мағыналармен сипатталудан пәк. Араб тілінің ерекшелігіне сай хадистегі нузул сөзінің мақсаты түннің 1/3-інде кемшіліктен пәк Алланың құлдарына жақындауы, яғни оларға мейірімі мен рахымының түсуі деп айтқан. Муслимнің сахих хадистер жинағында әр түннің соңғы 1/3 бөлігінде Алла тағала төменгі аспан қабатына нузул етіп, дұғасын қабыл ету үшін маған жалбарынатын кім бар? Мен беруім үшін менен қажетін сұрайтын кім бар? Кешіріміме үміт етіп, менен жарылқау тілейтін кім бар? Деген хадисті имам Мухиддин ан-Науауи рахимахулла Сахих Муслимге жасаған шарх еңбегінде Аллаға қатысты нузул сипатын төмендегідей түсіндіреді. Бұл хадис Алла тағаланың сипаттарына, атрибуттарына байланысты Китабул иманда түсіндірілгендей, мұндай хадистерді түсінуде ғұламалардың ішінде екі мәзһаб, яғни екі пікір қалыптасқан. Бірінші мәзһаб көптеген сәләфтар және кейбір мутакаллимдердікі. Бұл Аллаға лайықты түрде ақиқатқа сенуді білдіреді. Хадистердің сыртқы мағынасы бізге жаратылысқа қатысты белгілі болғандай, Аллаға қатысты сол мағынаны білдірмейді. Және Алла тағала жаратылысқа лайық болған қозғалу, орын ауыстыру сияқты қасиеттерден пәк деп есептейді. Екінші бір пікір көптеген мутакаллимдер және сәләфтардың бір бөлігіне тән. Бұл көзқарас имам Малик және имам Аузағидан жетті. Бұл Алланың ұлылығына лайықты деңгейде түсіндірілуі қажет екеніне қатысты. Осындай әдіске сүйене отырып, олар бұл хадисті екі жолмен түсіндіреді. Малик ибн Анас және басқалардың оның мейірімі, бұйрығы мен періштелері түседі деген мағынадағы түсіндірмесі. Әмірші мынаны жасады деген мазмұнда, яғни оның пәрменіне сай оның қарамағандағылар істеді мағынасында. Екіншісі ауыспалы мағынасында, яғни оларға мейірім танытып дұғаларын қабыл етеді деген мағынада. Анығын Алла біледі. Бұл кімнің сөзі? Мухиддин ан-Науауи рахимахуллах, үлкен ғалымның сөзі. Әйгілі имам, мұсылмандардың хадис іліміндегі басшысы, ислам шейхі, яғни шейхул ислам, Сахих Бухари кітабында ең үздік түсіндірме берген Ибн Хаджар ал-Асқалани өзінің Фатхул Бари атты шарх еңбегінде нузул сипатына байланысты төмендегідей тұжырым жазады. Аллаға мекен мен бағыт беретін адасушылар, біздің Тәңіріміз әрбір түні көктен төмен нузул деген сөздерді дәлел ретінде жоғарыда орналасқан мекен улу деп қолданады. Бірақ ислам ғұламалары мұндай түсінікті жоққа шығарды, себебі бұл Алла мекенге мұқтаж дегенді білдіреді. Аллаға қатысты нузул сөзінің мағынасын түсінуде мынандай пікірлер бар. Мушаббихалар, антропоморфистер бұл сөзді сыртқы мағынасына қарай тікелей түсінеді. Хауариджиттер мен муътазилилар өздерінің тәкаппарлығына орай бұл хадистердің шынайылығын жоққа шығарды. Бір ғажабы, осыған ұқсас Құранда айтылған аяттарға түсіндірме жасайды да, хадистерде айтылғандарды надандықтарынан әлде қасақана жоққа шығарады. Сәләфтар бұл сөздерді қалай айтылса, солай мәніне терең бойламай ұқсатусыз қабылдайтын. Абу Бакр ибн ал-Араби былай деген: мұндай хадистерді түсінуде төмендегі пікірлер келтіріледі. Дінсіздер, муътазилелар сияқты хадистерді жоққа шығарды. Сәләфтар қалай келді, сол түрде қабылдады. Ал көбісі бұл хадистердің мәнін түсінуге тырысады. Болжамды түрдегі, яғни тәуил әдісін қолданады. Мен де осы көзқарасты қолдаймын. Түсу тәндік әрі мағыналы түрде де болады. Егер бұл хадисті түсінуде тәндік сипатқа мән беретін болсақ, онда бұл бұйрықпен және тыйым салумен жерге түсетін періштелерді сипаттау болады. Сондықтан бұл түсу сөзі жаратушының өзіне қатысты емес, оның іс әрекетіне жатады. Егер түсуді бір әрекеттен екінші әрекетке өту мағынасында түсінсек, онда бұл араб тілінің ережелеріне сәйкес келеді. Демек, бұл хадисті түсіндірудің екі нұсқасы бар.
Бірінші, Алланың әмірі түсіріледі. Оның әмірімен оның періштелері түсіреді. Немесе оны ауыспалы мағынада түсіну керек. Яғни түннің 3-ші жартысында жалбарынушыларға Алланың мейірімі ерекше танытылады және олардың дұғаларына жауап беріледі. Бұны кім айтып отыр? Ибн Хаджар әл-Асқалани айтып отыр. Қазақтың алғашқы ұстазы Ыбырай Алтынсарин өзінің мұсылмандық тұтқасы атты кітабының 18-19 беттерінде Алла тағалаға қатысты Ахлис-сунна уәл жамааттың қағидасын тұжырымдайды. Біздің ата-бабаларымыздың сөздері бұл, ағайын. Бүйтіп айтып жатыр. Ол Алла тағала дене иесі емес, сурет иесі емес. Асыл жауһардай заттар сипатында емес. Мекен я бір орын иесі емес. Бос орынды толтырушыдан емес, тамақ жеушілерден емес, ішушілерден емес, біреуді тудырған емес, яки біреуден туған емес. Бұл Ыбырай Алтынсариннің сөзі. Дарын Мұбаров бауырымыздың Ахлис-сунна уәл жамаат ғалымдары және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы имамдары хабари сипаттарды жоққа шығарады деуі әрине негізсіз өтірік, жала. Діннен хабары жоқ көп бауырларымыз бұл сөздерге дәлел дәйексіз сеніп, адасып, өзгелерді де адастырып, қоғамда мұсылмандар арасында діни алауыздықтың, діни фитнаның отын тастап, мемлекетімізге, отанымызға аса қауіпті тірліктермен айналысып, жатқандықтары баршамызға аян, ағайын. Жоғарыдағы аудио таспаның жалғасында дарын бауырымыз Алла тағалаға қатысты нузул сипатын Ашғари Матруди сенім жолын ұстанушы ғалымдары Алланың рахметі түседі деп сипатты бұрмалайды деп ғылымға сай келмейтін тұжырымын айтты. Алланың рахметі түседі деген түсініктемелер имам Малик, имам Аузағи, имам Науауи, ибн Хаджар әл-Асқалани, Бадруддин әл-Айни, Абдурахман әл-Джаузи, ибн Араби, имам Байхақи, имам Құртуби және тағы басқа ғалымдардың тұжырымдамалары бұл. Демек, Матруди ақидасын ұстанушы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ғалымдары хабари сипаттарды түсінуде Ахлис-сунна уәл жамаат ғалымдары салған алтын қағиданы ұстануда. Егер дарын бауырымыз және сол сияқтылар ақиқат жолында болған болса, неге ғылыми форматта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдерімен бас қосып, осы тақырыптағы ақида мәселелерін егжей-тегжейлі талқылап, өз сенімдерінің дұрыстығын дәлелдеп бермейді? Дарын бауырымыз және сол сияқтылар не себепті ғылыми пікірталастан қашады? Себебі қазақта өте жақсы сөз бар, ағайын. Өтіріктің арты бір тұтам, өтірікшінің арты қуыс дейді. Аллахтың саусағы бар, өзі тән сипатта саусақ. Біз неге оны Аллахтың саусағы бар дегенде адам саусағына ұқсатып қалуымыз керек? Өйткені жер бетінде саусақтан көп нәрсе жоқ. Құдайдың жаратқан нәрсесінде крокодилдің де саусағы бар, иттің де саусағы бар, құрбақаның да саусағы бар. Сондықтан оны ұқсатуға болмайды. Адамдікіне де ұқсатуға болмайды. Қандай жаратылыс болса да, Аллахтың саусақтары бар, өзіне тән сипатта. Аллахтың қолы бар, өзіне тән сипатта. Құрметті бауырлар, Дарын Мұбаров бұл аудио таспадағы пікірлері теңдесі жоқ Ахлис-сунна уәл жамаат ғалымдарының, қазақ халқының ұлттық элиталарының діни құндылықтарына қарама-қайшы келетінін сіздерге талдап береміз. Дарын Мұбаров жоғарыдағы аудио таспада Аллаға қатысты саусақ қолды бекітті. Қосымша тереңірек сөз қозғайтын болсақ, аталмыш адасқан ақиданы ұстанушылар Аллаға қатысты 102 көз, 2 қол, 2 қол оң жақта, 2 аяқ, 10 саусақ, балтыр, 2 балтыры бар, жақ, тарабы бар, табан секілді сипаттарды ағза мүше мағынасында Аллаға бекітеді. Бұған дәлел Дарын Мұбаровтың жоғарыдағы аудио таспаның жалғасында аталмыш сипаттарды түсіндіре келе, біз бұл саусақты неге адамдікіне ұқсатуымыз керек? Себебі жер бетінде саусақтан көп нәрсе жоқ. Иттің де саусағы бар, крокодилдің де саусағы бар, көлбақаның да саусағы бар, бірақ олар бір-біріне ұқсамайды деп тұжырымдауы. Әрине, ешкім Алланың саусағы жаратылыстың саусағына ұқсайды деп айтпайды, бірақ сәләфия, уахабия ағымындағы бауырларымыз саусақ, қол, жүз, аяқ,
тағы басқа сөздердің сыртқы тікелей тілдік мағыналары жаратылысқа қатысты қандай ұғымда болса, Аллаға қатысты дәл сол ұғымда қолданады. Дарын Мұбаров және осы ақиданы ұстанушылардан қол аяқтың Аллаға қатысты мағынасы сендерге түсінікті ме деп сұрасаң, я түсінікті, мағынасы мәлім деп жауап береді. Себебі сен қол дегенде аяқты не болмаса басты түсінбейсің ғой деп жаратылысқа қатысты ағза, мүше мағынасын Аллаға бекітеді. Енді мағынасы қандай деп сұрасаң, қол, бірақ біз оның қандай екенін білмейміз деп жауап қайтарады. Егер мұқият тыңдасаңыздар, ешкім олардан қолдың қандай екендігін, бейнесін, суретін, кейпін, формасын сұраған жоқ. Тек сол сөздің мағынасын түсіндіруді өтіндік. Бірақ өкінішке орай сәләфия уахабия ағымындағы бауырларымыз өздері білген аталмыш сөздердің мағынасын халыққа ашық түрде жеткізуден қашқақтайды. Себебі қолдың және денеге байланысты кез келген сөздің тілдік тікелей мағынасы ол тек ағза, мүше ұғымында ғана қолданылады. Егер сәләфия уахабия ағымындағы бауырларымыз жоқ, біз хабари сипаттарды ағза, мүше мағынасында бекітпейміз деген болса, онда олар Аллаға қатысты яд, истауа, нузул, уадж сөзінің хақиқи мағынасы бізге белгісіз, яғни аталмыш сипаттардың хақиқи мағынасын Алла ғана біледі деп тоқтау керек еді. Ең қызығы, егер адам сөздің мағынасын білмесе және оның ұғымын түсіндіріп бере алмаса, онда оны басқа тілге қалай аударады? Ал егер ол бауырларымыз Алла тағала қасиетті Құранда өзінің қолы бар деп айтпады ма деген сұрақ қоятын болса, берер жауабымыз Құранды және хадисті түсінуде біз тек ұлы ғалымдардың тәпсірлеріне не болмаса шарықтарына жүгінеміз. Мысалға Құранда Мәида сүресінің 64-ші аятында Алла тағала бәл ядаху мабсутатан, керісінше Алланың яды ашық делінген. Сәләфия уахабизм сенімін ұстанушы бауырларымыз аталмыш аятпен Алла тағалаға қолды бекітеді. Алайда имам Табари рахмахулла жоғарыдағы аятқа төмендегідей түсініктеме берген. Бұл аятта Алла тағаланың яд сөзімен сипатталуы беруші мағынасында қолданылады. Шын туайтында адамдардың көбі қолымен беріп алатыны белгілі деп ой тұжырымдайды. Ибн Кафир керісінше оның мәрхәметі кең әрі шексіз беруші деп түсіндірді. Немесе Зарият сүресінің 47-ші аятында «Уассамаа банайнаха биайдин», аспанды ядімізбен жасадық, шын мәнде күшіміз жетеді деген аятқа имам Табари салафи солихтердің тәпсірін келтіреді. Ибн Аббас, имам Муджахид, имам Қатада, Суфиян секілді исламның бетке ұстар ғалымдары бір ауыздан яд сөзінің бұл жерде мағынасы құдіретімізбен деп түсіндірген. Құранның кейбір муташаббих аяттарын тікелей аударып, халықты адастырып аты танылған Эльмир Кулиевтің өзі бұл тәпсірге қарсы шыға алмай, «И небо мы воздвигли могуществом» деп аударып, тәуил әдісін қолданған. Имам Тахауи өзінің Ақида ат-Тахауия атты кітабында «Уаман уасафаллаху та'ала бимағна мин ма'анил башар фақад кафар». Кімде-кім Алла тағаланы жаратылысқа тән мағыналық сипатпен сипаттайтын болса, онда ол діннен шығады деген. Жаратылысқа тән сипат қандай дейтін болсақ, имам Тахауи рахимулла келесі сөзінде шарықтап береді. وَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَدَوَاتِ لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتِ أَسِدْتُ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ. Алла тағала шектеулерден, шекаралардан, бөлшектерден, мүшелерден, ағзалардан тұрудан пәк деп имам Тахауи айтты. Қол сөзінің тікелей тілдік мағынасы ағза, мүше екендігі көзі ашық, көкірегі ояу, кез келген есі дұрыс мұсылманға аян. Сондықтан Аллаға қатысты яд сипатын тікелей тілдік мағынада
қол деп түсіну ахли сунна уал жамаат ақидасына қарсы келу болып табылады. Абу Ханифа өзінің Фикхул Акбар кітабында Алла тағалаға қатысты яд сипатын парсы тіліне аударуға болмайды деп тұжырымдайды. Неліктен? Себебі парсы тілінде яд сөзінің тікелей тілдік ұғымы қолды, яғни дене мүшесін, ағзаны, құралды білдіреді. Бұған қосымша имам Абу Ханифа Фикхул Абсад кітабында Алланың яды қолдарының үстінде дегенді яд жаратылған жаратылыстың қолы секілді мағынада түсінуге болмайды, және ол жариха ағза мүше ұғымында емес деп тұжырымдайды. Ибн Манзур өзінің фундаменталды Лисанул Араб сөздігінің 441 бетінде яд сөзінің тікелей тілдік мағынасын түсіндіреді. Ядю сөзінің түбірі әл-яд, қол, және қосымша әл-кәф, алақан деген мағыналарды білдіреді. Ибн Исхақ қол дегеніміз саусақтардан тұратын алақан. Шахих ядул мағлула, байланған қол сөз тіркесі қатты сараңдықты меңзейді деп айтқан бұл кісілер. Қазақтың көрнекті ағартушысы ғалым бабамыз Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы өзінің дастандар жинағында Алла тағаланы жаратылыстарға тән болған кемшіліктерден, қол, жүз, аяқ, көз, тарап, мекен және тағы басқа кемшіліктерден пәктейтін мына өлең шумақтарына құлақ түрелік. Ол Алла жисім, жауһар, ғариз емес. Оларға басқа бөлектенбес. Алланы еш нәрсеге ұқсатуға, еш нәрсе оған ұқсап жөні келмес. Бар Құдай көкте демес, жерде демес, мекені бір Алланың ешкім білмес. Яусым аусы, төрт жақтан пәкдүр Алла, мүминнің Алла деген көңілінде емес. Сипаты 8 болған бірі кәләм, сөйлейді құдіретімен Алла тағалам, сөйлеуі біздей тілмен жақпен емес, тіл жаққа мұқтаж емес секілді адам. Алды, арты, асты, үсті, оң, сол жоқ. Ауыз, мұрын, аяқ, бас, көз, қол жоқ. Еш нәрсе ұқсамайды ол еш нәрсеге, кітаптың айтқанына ойлама көп деп айтқан. Ахли сунна вал жамааттың ақидасы бойынша i'tiqadun bil qalb, yustamsinu, nutqun bil lisan, тілмен айту, ва амалun bil jawarih, амалмен дәлелдеу. Сен орысша жоқ айтып беріп отырған нәрсені, мен саған арабшасынан айтып бере салайын. Сөйтіп осыны, ол маған не деді? Муржа деген жоқ хауарижсің деді. У вас хауарижский ақида деді. Ал жаңағындай амалды иманға кіргізбеу, ол хауариждің ақидасы емес. Ол кімнің ақидасы? Муржия. Құрметті бауырлар, Дарын Мубаров бауырымыздың жоғарыда аудио таспадағы пікірлері теңдесі жоқ. Ахли сунна уал жамаат ғалымдарының, қазақ халқының ұлттық элиталарының діни құндылықтарына қарама қайшы келетін тұжырымдарын сіздерге талдап береміз. Имам Абу Ханифа өзінің Фикхул Акбар атты кітабында және имам Тахауи өзінің Ақида ат-Тахауия атты атақты еңбегінде иманның негізі қандай бөліктерден құралатындығы туралы төмендегідей тұжырымдайды. Уал-иману уал-иқрару бил-лисан уа-тасдиқу бил-жанан. Иман дегеніміз тілмен айтып, жүрекпен бекіту. Ал енді Дарын Мубаровтың адасқан пікіріне жүгінетін болсақ, кімде-кім амалды иманның бөлігіне кіргізбейтін болса, онда ол адам муржиттік ақидада болғаны. Сонда өзін ханафимін деп халыққа таныстырып жүрген Дарын бауырымыздың пікірінше, амалды иманның бөлігі деп есептемеген Ахли сунна уал жамааттың ұлы имамдары, имам Ағзам Абу Ханифа мен Абу Джафар ат-Тахауи муржиттік ақидада болғаны ма? Алла сақтасын. Дарын және сол сияқты біз ханафиміз деп жүрген бауырларға беретін кеңесім, халыққа шариғат үкімдерін интернет ресурстары арқылы айтпастан бұрын
Ахли сунна вал жамааттың ұлы имамдары имам Ағзам Абу Ханифа мен Абу Джафар ат-Тахауидің айналдырған 20-30 беттен тұратын трактаттарын мұқият оқып, зерттеп, зерделеп, мәтінді жатқа Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының уағыз насихат бөлімінің меңгерушісі Ершат Оңғаровқа тапсырулары керек деп есептеймін. Болып кетіп жатыр. Пәленбай кітаптар тізімі тұр. Қазақстан территориясында тыйым етілген кітаптар. Оның ішінде ахлисунна қанша кітап усул саласа жүр. Усул саласаны неге сабақ бермейді? Субханалла, бір бауырымызға сұрадым, жай усул саласының ішінде айтылған нәрселерді маған айтып берсін. Мен шәкірттерім ішінде жатқа білетіндер усул саласы. Бауырлар кішкене айтады да жаңағыдай кітаптар неге өтпейді, жаңағы үш негіз таухид деген кітаптар. Бауырларға сол үш негіздің ішінде не жазылғанын біле ме екен сол бауырлар өздері? Сол бауырлар өздері оқып жүр негізі сол нені жаңағыдай, назарат оқыған болса мынандай болады. Сен өзің оқыдың ба сол кітапты? Иә, оқыдым, альхамдулилля. Аха, соның ішінде неге ол үш негіз деп аталды маған? Соны айтшы. Бұл жаңағы қабірдегі үш сұрақ қой. Дұрыс айтасың, қабірдегі үш сұрақ. Енді сен маған сол үш негізге дейін сол бір мен лекцияларын тыңдап көрдім ба ақидаға байланысты? Лекцияларды? Менің лекциямды тыңдап көргенсің ба? Осы жалпы ақидаға байланысты. Иә, тахауи ақидасын тыңдадым жалпы. Жақсы. Дұрыс. Енді болды. Сол ішінде ол жердегі үш сұрақ жаңағы қабірдегі үш сұраққа байланысқан. Раббың кім, дінің не, жаңағы пайғамбары кім деген жаңағы арабаға масал төрт мәселеден басталады. Асыр сүресінің шартынан кіреді. Аллах Тағала адамзат бұдан басқа сүресінің жеткілікті болатын еді дейді. Ол ілім дейді, амал дейді, даават дейді, сабыр дейді. Содан кейін барып үш негізге көшеді, соны түсіндіреді, тарих жәбір келтіреді. Сонымен басталған бұл жаңағы кімнің Мұхаммед Абдул-Вахабтың үш негіздің кітабынан басталады. Оның ішінде айтылған тақырыптар, айтқанда оны мен уже 100 рет өтіп тастағам. Тек қана кітаптың аты аталған жоқ. Егер кітаптың аты керек болсын болса, зат емес біреуге, оның жазуын шекесінің altында үш негіз деп жазбасын. Жақсылап тұрып кішкене қаяқта өмір сүріп жатырмыз, не істеп жатырмыз деген деп қарасын да. Егер ол үш негізден кітап өте тамаша, өте керемет кітап, бірақ оқығаннан артық емес. Иә. Керемет кітап, бірақ ол хадистен артық емес. Кішкене тұрсын да, өткізе берсін. Ал енді үш негізге байланысты ішіндегі керекті Раббың кім деген тақырыпты, улухияны, рубубияны, сифатты бөлек өтіп, одан кейін Қазақстанның жағдайындағы рубубиядан қандай кемшілік кетіп жатыр? Қазақстанның жағдайына байланысты улухиядан қандай кемшілік кетіп жатыр? Қазақстанның жағдайына байланысты асма сифаттан байланысты не кетіп жатқанын әдемілеп түсіндірілген. Екінші, дінің не деген мәселеде кәдімгі исламдағы 5 парызды талдап тұрып, намазға бөлек тақырыптар, оразаға бөлек тақырыптар, зекет пен қажылыққа бөлек тақырыптар, иманға, кәлима шахадатқа байланысты бөлек тақырыптар арнайы өтілген. Пайғамбарға байланысты сүннет, бидағатты жек көру, пайғамбарымыздың туғаны оған байланысты өте көп тақырыптар өткен. Егер бұл тақырыптар өткен болатын болса, үш негізі неге өтпеп жүрген бауырлар айтқанда әлі бір кішкентай бір білмеймін май ми жетілмеген сияқты тіршілікті қою керек та. Реальный қарау керек қой оқиға. Ал енді өткізіп келе ма? Қазір бір жерге барсында ашында мен үш негізден сабақ берем, кел сабаққа қатысын деп айтсыншы. Бірінші кім жетіп келеді? Қолына кісен салатын алып келеді адам жетіп келеді. Кішкене реальный қарау керек та өмірге. Ұстаз, қазір өтіп жатыр ол сабақтар. Өтіп жатқан болмаса беріп көрсін, бар мешітке барып, болмаса біз не қайда сабақ беретінбіз? Халифа Алтай деген фондта, международный мемлекетке тіркелген фондта сабақ беретінбіз. Барысында мемлекет тіркелген бір фондқа беріп көрсін, одан кейін маған айтсын. Әке мен сабақ бердім, одан кейін мен ештеңе болған жоқ деп. Ал үйде бұрыш-бұрышта отырып любой сабақ беріледі. Мединеде отыратын болса мен одан да көкесінен сабақ беремін. Хотя бы солай кішкене сабақ бермейсіз ба дегенім ғой. Любой келсін, любой қарш. Сен любой шехтен барып тұрасың, үш негіз керек па? Мен саған жатқа оқып берейін соны. Келе ма? Кел, пожалуйста, отыр менің қасыма. Саған жаңағы егер сонымен бәрі шешілетін болса. Жалпы тек сонымен емес, енді жалпы ол ақидада өте маңызды кітап қой деген ғой, мысалы кітап маңызды, соның ішіндегі маңыздылығы атында ма, затында ма, өзің айтшы, кітаптың атында ма, затында ма маңыздылығы? Атында тұрған жоқ, енді онда жаңағы кітапта енді четко жазылған ғой, жаңағы бәрі кезек-кезегімен, мысалы асыр сүресі дәлелмен кәдімгі шейхтар жаңағы субханалла жаңағы. Ал енді асыр сүресінің шарқы бар, сен лекцияны қарап жүрсің, асыр сүресінің шартын өттің ба? Иә, өттім. Ал енді не керек енді? Болмаса жарайды, ұсыл сұрақ қойшы, мысалы, қазір қойшы, елге жетпей қалған болса айтайын мен. Мына жерін айтпадыңыз, дәке усул саласаның ішінде мына бір тармақты айтпадыңыз деп айтшы, мен айтайын елге. Қайсы қалып көп? Жоқ, оны мен сізге не сатқан жоқпын оны. Жоқ, айтшы конкретно айтшы, дәке мына жерде мына жерін айтпапсыз, елге мына жерін жеткізгенсіз, ең бірінші оқи деп айтшы. Усул саласы Сауд Арабиясының несі бойынша енді үш топқа бөледі. Қазір бастауыш ибтидaiya деп болады. Одан кейін мутавассита, орташа кітаптар, одан кейін уже тахассуси кетеді. Ал усул саласа ол бастауыш кітап, түсініп ба? Бастауыш. Тахауи уже орта деңгейдегі. Тахауидің деңгейі усул саласынан жоғары.
одан кейін уже жоғарғы тахассуси кітаптар кете бастайды, уже қайдан анау үлкен нелерге кете бастайды, таухид басқа кітаптарына. Сонда оны сен оны оқып бітіргеннен кейін усул саласа беремін. Усул саласа ешкімнен кейін беріп аласың. Егер осында біз сол үшін сендерге айтатын насихатым бауырым, мынандай бәріңе айтатын насихатым, конкретный білетін тақырыпқа кірсіңдер де, күмәнді тақырыптан нақты пысықтап келіп телефонда оған жәрдем етпейді. Қазір мен телефон айтқан нәрсем сендер ұшты-құшты әлі көп нәрсені түсінбейсіңдер. Осы сабақтарда мен жаңа общий сабақтар бар, жаңағы болмаса кімнің Абдурусул Мухимма ли амматил умма деген сияқты Ибн Баздың бүкіл мұсылмандарға маңызды сабақтар, өте маңызды сабақтар кітаптарын кәдімгі алдына шәкірттер отырғызып қойып, әрпен-әріп өткізетін сабақтарым бар. Болмаса Фаузаның жаңа ақидаға байланысты, болмаса Шейх Осейминнің жаңағы иман, ислам, ихсан деген ақида сабақтары бар. Ол мен лично жеке өткізетін сабақтарым. Ол мен алдында шәкірттерім оқиды, сосын оны алып кетеді. Общий аудитория емес. Общий халыққа шығатын аудитория мен бірінші 100% қазақ халқын өлшеймін. Сендерді өлшемеймін мен уағызда. Мен халықты өлшеймін. Өйткені сен түсінетін, қазір сен өзің кейбір арабша термин түсінбейсің, халық қаяқтан түсінеді. Сол үшін анау балалар халыққа тіс жоқ, әлі тіс шықпаған халыққа арнап каша сияқты уағыздап тыңдап алып, бәкең деп ойлап қалып жүрмеңдер. Лүкүллі мақамин мақалым дейді. Әрбір отырыстың өзінің сөзі болады дейді. Анау қарапайым дінді білмейтін арақ ішіп, зинақорлық істеп жүрген адамдарға, бақанда мола аралап жүрген, талас жүрген халықтарға айтылған уағызбенен сендерге айтылған уағыз екі бөлек болады. Егер сенің сондай керемет болатын болсаң, уақытың тауып менің қасымда ақшаң жетіп, анаяққа шыққанда сойқа, бұяқшында жүретін болсаң, мен саған 10 кітапты басынан аяқ шейхтің алдында оқыған. Жаңа Шейх Саид Қахтанидің алдында оқыған. Болмаса басқа жаңағы Абдулазиз Шайх Фаузанның 12 жыл шәкірті болған кісінің қасында оқыған кітаптарын лично басынан оқып беруге шамам жетеді. Ол ешқандай проблема емес маған. Сондай бауырларға кішкене осылай сабақ жүргізбейсіз ба деген мысалы бар. Ол мен қазір бұл мәселеде ол жүріп жатыр. Ол сен мүмкін сен жүрмеген соң ойлап тұрған шығарсың. Менің қасымда қазір 10 шәкіртім бар, сабақ бергізіп жатырмын. Олар лично бұл сабақты алып қалды. Бірақ бүкіл Қазақстанға бұл сабақты мен жүргізе алмаймын. Түсініп отырсыңдар ма? Құрметті бауырлар, өздеріңіз естіп, көріп отырғаныңыздай, Дарын Убаров біздің мемлекетімізде заңның шеңберінде тыйым салынған Мұхаммад ибн Абдул Вахабтың 3 негіз кітабын шәкірттері жатқа білетіндігін ашық айтып отыр. Ал 3 негіз кітабының ішіне үңілетін болсақ, онда Ахлі Сунна уәл Жамағаттың сеніміне антагонистік түрде қайшы келетін тұжырымдарды көреміз. Мысалы, Алланың аршыға орнуы, хиджраның қияметке дейін болуы, джихадты исламның 5 парыздарына қосымша қосуы, кімде-кім Алланың жіберген шариғатымен үкім етпейтін болса, ол тағутқа, Алланың дұшпанына бағынғаны, қызмет еткені болып есептелінеді. Хиджра, джихад деп бөтен мемлекеттерге соғыс алаңдарына кетіп жатқан бауырларымыз бен қарындастарымыздың негізгі діни мотивациясы осы кітаптың мәтіні еместігіне кім кепілдік бере алады, ағайын? Қазір маған таухид білмейтін, намаз білмейтін бір көкеміз өлгенге Құран оқи ма, оқымай ма десе, соған бүкіл шейхтің фатуасын алып келіп мыжып отыратын болсам, ол бәрі оны түсінбейді. Ол менен кейін имам келеді да, оқу керек, ол вахабист дейді. Ол біреуді тыңдау керек болды. Шамасы келмейтін нәрсені біз тастап кеттік тоған. Молдалар, ананда сақал, бұндан сақал, екі түрлі айтады деп. Маған жауап беру керек емес оған. Көке жақсы иншалла өз имамдар оқып жатыр ғой, олар бір ғалымдардың несіне сүйеніп жатқан шығар, бір басқа бір мәселелер бар еді деп, қазір солай көшетін болдық та. Ал бауырлар отыратын болса, онда басқаша айтамыз. Өйткені бұл бауырлар ертең дінді аманат қылып жеткізеді біреуге деп. Оған өтірік айтуға болмайды. Бірақ сондай ситуацияны ескеру керек екен да. Құрметті бауырлар, Дарын Мубаров өзінің мына бір кезекті уағызында өліге Құран оқуға бола ма деп сұраған мұсылман адамды және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының имамдарын бауырым деп есептемейміз және де оларға өтірік айтамыз деп отыр. Ақиқатында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның белгілі сахих хадисінде аятул мунафиқи салаsun иза хаддаса казиба ва иза вағда ахлафа ва иза тумина хана. Яғни мағынасы, мұнафық адамның 3 белгісі бар дейді. Сөйлесе өтірік айтады, уәдесінде тұрмайды және де аманатқа қиянат жасайды делінген. Демек, өтірік айту өте ауыр күнәлардан екендігі Дарын Мубаровқа белгісіз бе? Белгілі болған жағдайда
тыңдаушылардың жауабы өте ауыр, ең үлкен күнәлардың біріне неліктен итермелеп отыр. Ал Дарын Мұбаровтың өзінің соңына еріп, ұстанымын қолдайтын бауырларымызға өтірік айтуға болмайды дейді. Яғни Ахли-сунна уал жамағат ұстанымын насихаттаушы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы имамдарымыз бен өздерін мұсылман деп есептейтін дінде негізі бар амалдардың бірі әруақтарға арнап Құран бағыштайтын Қазақстан мұсылмандарын кім деп есептеуде? Құрметті тыңдармандар, бұл жердегі ең басты мақсат осындай дін бұзарлардан қазақ халқын бөліп, қорлап, ежелден келе жатқан Ахлі-сунна сенімін өзгерткісі келетін адамдардан сақтандыру және ақиқатты ашу мақсатында сәләфизм, уахабизм көсемдерін ашық түрде пікірталасқа шақырамыз. Атап айтатын болсақ, Дарын, Дидар, Ділмұрат сынды уахабизмді таратып жүрген Қазақстандағы көсемдерін. Пікірталас әділетті түрде болады. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.